Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Менің есімім Руслан. Мен Бепи компаниясының әріптесімін. Мен сізге осы компанияның бір ғана табыс көзін көрсетейін. Сол табыс көзін көргеннен кейін сіз бұл компанияның қаншалықты бай компания екенін, қаншалықты маркетинг планға жомарт компания екенін өз көзіңізбен көріп түсінетін боласыз. Бұл қандай компания? Қай жылы ашылды? Бұл компания, бұл америкалық компания. 2016 жылы ашылды. 2017 жылы әлемдік нарыққа шықты. Қазіргі уақытта әлемдік нарықта 8-9 жылдан астам өзінің жұмысын нақты жасап келе жатқан, аяғынан нық тұрған компания деп айтуға болады. Осыдан ақ белгілі. Енді бізге беріп жатқан табыс көздері өте көп. Оның бәрін айтатын болсам, шатасып кетесіз. Бір ғана табыс көзін көрсетемін. Қаншама әріптестер ұнап жатқан, және қаншама әріптестер сол табыс көзі арқылы үй алып жатыр, машина алып жатыр, жағдайларын реттеп жатыр, қаржылай тәуелсіз болып жатыр. Ең бастысы денсаулықтарын реттеп жатыр. Біздің бар байлығымыз, ол бірінші байлық денсаулық. Сонда ұмытпау керек. Көп адамдар ақша деп денсаулығына қарамай кеткен. Мына жердегі енді денсаулыққа қатысты өнім болғанымен, бұл жердегі өнімдер БАДы емес, таблетка емес. Бұл жердегі өнімдер клеткамен, жасушамен жұмыс жасайтын, витаминдердің жиынтығынан жасалған макро, микро элементтер, саңырауқұлақтар, түрлі сондай нелер қосылған, сондай өнімдер адамға эмоция береді, энергия береді. Қаншама ауруды алдын алады, қаншама ауруларды жазады, жазылып жатқандар қаншама. Ол бір. Екінші, тағы бір өнімі бар. Ол машинасы барларға. Енді машина болғаннан кейін ол бензинмен жүреді, соляркамен жүреді, газбен жүреді дегендей. Сол фул табыс деп айтады. Ол өнімді елдер алып қолданатын болса, машинасы барлар қаншама ақшасын экономдайтын еді. Енді табыс көзі қандай? Бір табыс көзін көрсетейін. Ол бонус жизни, қазақша өмірлік бонус. Бұл компания бонус беріп отыр. Өмір бойы табуға болады осы бонусты. Енді мына таблицаға дұрыстап мұқият қараңыз. Стратегия деп айтады, таблица деп айтады. Енді қараңыз, мына жерде 100-ден 700, яғни $100 мен $700 табыс табуға болады бір айда. Бір айдың ішінде. Бір ғана табысын айтайын. Мысалы, сіз келдіңіз, өзіңіз өнімін алдыңыз, тіркелдіңіз, лидерский пакетті алдыңыз. Лидерский бизнес пакет деп айтады. Лидерский бизнес пакеттің бағасы примерно $100 жоғары. $100 жоғары басталады. Енді қараңыз, сіз келдіңіз, өніміңізді алдыңыз, өз денсаулығыңызға инвестиция жасадыңыз деген сөз. Біріншіден, бұл компанияға кірген адам неден ұтылады, неден ұтады? Бұл компанияға кірген адам ұтылмайды. Бірақ кірмеген адам ұтылады. Олар уақыттан ұтылады. Ойланып жүріп. Ал уақыт бізге бақыт, уақыт бізге ақша. Ал кірген адам неден ұтады? Біріншіден, кірген адам өзінің денсаулығына инвестиция жасады деген сөз. Өзінің денсаулығына, бірінші байлық денсаулық. Екіншіден, ол адамның өзінің машинасы болатын болса, немесе таныстардың машинасы болатын болса, сол машинаға керекті өнім бар. Екіншіден, ол машинасына ақша жағынан экономдайды. Үшінші, ол адам неден ұтады? Осы жерде маркетинг планмен айналысатын болса, кәдімгідей табыстың көзін көреді. Үйде отырып онлайн осылай табыс табуға болады. Керемет қой. Енді қараңыз, мына бір табыс көзін көрсетіп қойдым. Көрсетіп қойған. Ана жерде көрсетіп тұр, 2-2 деп. Өзіңіз келдіңіз, өзіңіз сияқты екі танысыңызды лидерский бизнес пакетке кіргіздіңіз. Олар өздеріне тауарын алды, ақшасын салды, тауарын алды. Екіншіден, сізге одан реферальный бонус түседі. Каждыйынан $35. Лидерский бизнес пакет алған үшін. Керемет қой, $35 қазіргі уақытта 20 мыңға жетер-жетпес ақша. Ол да кәдімгідей ақша. Сіз сөйледіңіз, ақпарат бердіңіз, компания сізге ақшасын төледі. Бұл бір. Екіншіден, ана екі адам кірді, товарын алды, бәрін көріп отыр. Чатқа қосылды, ақпаратты алып отыр. Ол өзінің екі танысын шақырады. Екеуі өзінің екі танысын шақырады. Тоже екі танысын тура солай өз сияқты лидерский бизнес пакетке кіргізетін болса, ол таныста, оның таныстары да өз сияқты өнімдерді таңдап алады. Өнімді.
оған да жаңа 35 доллардан табысын алады. Сіз бинарный бонус аласыз. Бұл жерде маркетинг планы классика және бинар. Керемет қой, универсальный маркетинг план жасап қойған ғой. Ол бөлек, ол табыс көзі бір бөлек. Енді қараңыз, сіз екі танысыңызды кіргіздіңіз. Ол жаңа лидерский бизнес пакеттен алды екеуі, өнімдерін алды. Және мына екі танысыңыз өзінің екі адамнан кіргізді. Сонда общий сіз 6 адам болды ғой. Компания осы шартты орындағаны үшін сізге $100 сыйлыққа береді. $100 бонус, ол ақша. Білесіздер, $100 қанша теңге екенін? Примерно $100 қазір 50 мыңнан жоғары, 53-54 мың теңге қазіргі уақытта. Керемет қой, оны кім беріп жатыр? Бір ғана табыс көзін айтып отырмын мен. Екінші, ол бір айдың ішінде орындап отырсаңыз, бір айдың ішінде кіргеннен кейін, әр айдың бірінен басталады, айдың аяғына дейін. Сол аралықта орындасаңыз, осылай компания $100 береді. Екінші, сол айдың ішінде 3 танысыңызға шақырдыңыз, 3 танысыңызда лидерский бизнес пакетке кірді, өнімін алды, өзіңіз реферальный бонусты алдыңыз. Содан кейін 3 танысыңыз өзінің 3 танысын кіргізетін болса, тоже өзі сияқты лидерский пакетке. Сонымен общий қанша адам? 3-3 деп тұр ғой жерде. 12 адам бар жоғы. 12 адам лидерский пакетке кірді, товарын алды. Компания сол үшін, сол шартты орындаған үшін сізге $300 сыйлыққа береді. $300. $300 қазіргі уақытта 150 мыңнан жоғары ақша. 150 мың теңгеден жоғары. Бір ғана табысты айтып отырмын. Сол аралықта түсетін жаңа реферальный бонусыңыз бар. Бинарный бонусыңыз бар. Структурный бонусыңыз бар. Ертең статусқа жеткен кезде компанияның долясын аласыз. Акционерский бонус деген тағы бар. Бұл жерде табыс көзі өте көп. Мен бір ғана табысын көзін айтып отырмын. $300. Үшінші, сіз кірдіңіз, жоқ, маған бұл ақша аз деп, бұдан да көбірек тапқыңыз келсе, келдіңіз, 4 танысыңыз айттыңыз, 4 танысыңыз кірді лидерский бизнес пакетпен. Сізге әрқайсынан $35 төлейді компания. $35 примерно 20 мың ба, почти 20, 40, 60, 80 мың теңгеде ақша. Ты заработал. Кірген үшін жай ғана. Енді реферальный бонус бір ағыры төленеді. Әрі қарай сол 4 танысыңыз кіргізген. Сол айдың ішінде сол 4 танысыңыз өзінің 4 танысын тура сіз сияқты сіздің істегеніңізді қайталайтын болса, тоже өзінің 4 танысын бизнес пакетпен, лидерский пакетпен кіргізетін болса, төртеуі каждый өзінің 4 танысын, яғни жауапкершілік алып солай. Сонда қанша адам мына жерде? 4-4-4-тен шақырған кезде общий барлығын қосқанда бар жоғы 20 адам. 20 адам лидерский пакетпен кіретін болса, бір айдың ішінде компания сізге осы шартты орындағаныңыз үшін $500 бонус береді. $500 дегеніңіз бұл ақша. Қазіргі уақытта $500 қанша? 50, 100, 150, 200, 250 мың теңгеден жоғары. 250 мың теңгеден жоғары табыс табасыз. Бір ғана табыс көзін айтып отырмын мен, реферальный бонусты айтпай отырмын, қоспай отырмын. Олыңыз бар, бинарный бонусыңыз тағы бар, структурный бонусыңыз тағы бар. Әрқайсысы шақырған адамдарына жаңағы алатын бонустарыңыз бар деген сияқты. Көрдіңіз бе? Енді сіз кірдіңіз тоже. 2 адам емес, 3 адам емес, сіз 5 адам шақырдыңыз. 5 танысыңызға айттыңыз. 5 танысыңыз да сол лидерский пакетке кірді жаңағыдай. Олар өздеріне товарын, өнімін таңдап алады өзі. Қайсысы ұнайды? Сол 5 танысыңыз, сол өзінің 5 таныстан тура солай сіз сияқты кіргізетін болса, қанша адам? 5, 10, 15, 20, 25, бар жоғы бір 30 адам шамасы. Бір айдың ішінде 30 адам кіріп, лидерский пакетке кіріп заказ беретін болса, мысалға, оның барлығын, 30 адамның барлығын сіз шақырмайсыз, сіз шақырғаныңыз 5 адам. Ол 5 адам, мынау өзің 5 адам кіргізді, мынау 5 адам кіргізді, мынау 5 адам, мынау 5 адам, мынау 5 адам. Мынау да табыс тапты, мынау да табыс тапты, мынау да табыс тапты, олар өнімдерін алды. Сіз де табыс табасыз. Реферальный, бинарный, структурный деген сияқты. Енді қара, осы шартты орындағаныңыз үшін компания $700 сыйлыққа береді. $700 қанша қазір уақытта? 400 мыңға жақын ақша. 370-380 мың теңге кім береді оны? Бір ғана табыс көзін айтып отырмын мен. Егер осы бір айдың ішінде орындайтын болсаңыз, енді қызығын айтайын. Сіз бір айда соны орындадыңызда, 4-дің біреуін орындап, табысты алып жатсыз оны. $100, 300, 500, $700 алып жатсыз, иә? Ең қызығы, келесі айда тура сол осы адамдар келесі айда
лидерский пакетке заказ беретін болса, барлығы, мысалы сіздің кіргізген адамыңыз 5 адам, келесі айда тоже лидерский пакетке заказ береді, оның кіргізген 5 адам әрқайсысы тоже лидерский бизнес пакетке қайтадан заказ беретін болса, келесі айда мына ақшаны тағы да алып отырасыз. $700 компания беріп отырады. Сол үшін де бұл табыстың көзін бонус жизни, өмірлік бонус деп қойған. Керемет па? Әрине керемет. Мынандай бай компания, бай маркетингті жасап беріп, халыққа осындай ұсынып жатыр. Онлайн, тем более. Аяғынан нық тұрған компания, өзінің заводы бар. Бұл айтқанда керемет компания. Мен сізге осы бонус түрін айтайын деп, жаңағы именно осы табыс көзін мен сізге айтып отырмын. Бірақ мынаны спокойно жасауға болады. Сіз бір айдың ішінде 5 емес, 20, 30, 50 адамды кіргізіп тастауға болады спокойно. Өйткені кірген адам өзінің денсаулығына инвестиция жасайды, біріншіден, екіншіден машинасы болса, машинасына бензиніне эконом жасайды деп айтқанда. Қаншама ақшасы өзінің қалтасында қалады. Қарап отырсам, қазір көп адамның сырты бүтін, іші түтін. Бәріміздің сыртымыз бүтін, күлеміз. Ішіміз түтін деген сөз. Денсаулық кетіп жатыр. Стресс, депрессия кейбір адамдарда. Денсаулықтары жоқ. Өйткені ақшасы жоқ, оған жетпейді тапқан ақшасы. Бастарында кредит, қарыз, ішің түтінді. Сол үшін де осы компанияға келіп, маркетингпен айналысып, ішіндегі түтінді тазартып, ішіңізді бүтін қылыңыз. Бұл сондай компания. Аяғынан нық тұрған компанияда жұмыс жасау керек, жасағаннан кейін осындай маркетинг планда. Енді кірген адам қандай өнім алады? Лидерский бизнес пакет деген қандай? Примерно. Қандай өнім алуға болады? Және бағасы қандай? Қазір соны көрсететін боламын. Міне, мына жерде енді өнімнің түрі көп. Еле-фосем деген капсуласы бар. Ең алғашқы компания ашылған кезде осы өніммен танымал болған. 2017 жылдары бүткіл әлем кірген. Бұл товар чудо өнім деп айтсақ та болады. Әлемге шейін елдер заказ беріп жатыр. Неге? Құрамында не бар десеңіз қарап шықсаңыздар болады. Құрамында көп нәрсе бар. Мысалы біз күнде витамин жемейміз. Күнде алма, алмұрт, жүзім деген сияқты нәрсені біз жемейміз. Біз тек қана оны тойда, туған күнде сондай кезде жейтін шығармыз, болды. Көрдіңіз бе? Адам не үшін ауырады? Адамға витамин жетіспегеннен адам ауырады көбінесе. Біз ауырған кезде не істейміз? Аптекаға барамыз. Қазір аптекаға барсаңыз, очередь. Ол химия. Ал химия денсаулыққа кері әсері бар. Ол уақытша ғана басады да қайтадан ұлғаяды. Бұл таза өнім. Витаминдердің жиынтығынан жасалынған бір еле-фосем капсуласының құрамында мынандай болғанмен өзі мынандай құрамында қаншама өнімдерді қосып тастаған. Макро, микро элементтер, кардицепс, чага деген жаңағы саңырауқұлақ құлақты қосқан жаңағы адамның кожасын тұралып етін жасартатын, өмір жасың ұзақ болатын жаңа неше түрлі нәрселер бар бұл құрамында. Барлығы табиғи. Еле-фосем деп енді көп адам біледі, кейбір адам білмейді. Білмесеңіздер қараңыздар қандай өнім екен. Бұл өте керемет. 700 ауруды алдын алады. 700 ауруды жазады керек болса. Қаншама адамдар жазылып жатыр. Сахарный диабеттен жазылып жатқандар бар. Зоб, онкология, туберкулез, рак дейма, неше түрлі, Құдай сақтасын. Сондай түрлі өзің білмейтін ауруларды жазып жатыр осы еле-фосем. Себепші болып жатыр бұл айтқан кезде. Бұл бизнес пакетке мына көрсетіп тұрған өнім бизнес лидерский пакетке жатады. Бұл жерде енді $110 деп көрсеткенмен, ар жағында өзінің доставкасы бар. Доставкасы $17, сонда $117. Енді сіздің өніміңізге қарай ғой, $117. Негізі көбіне $17 доставкасы. $117 бар жоғы. Көрдіңіз бе? Ең біріншінде заказ берген кезде шамалы бұдан қымбаттау бағаға аласыз. Одан кейінгі заказда тура осы бағамен аласыз, осы $110-ға. Мысалы, $110 мына өнімге тапсырыс беретін болсаңыз, еле-фосем 3 коробка, 90 капсула. 3 айға жетеді бұл, 3 айға. Ортасын бөліп ішетін болса, ол 6 айға жетеді ол, былай қарағанда. Егер бұны сататын болсаңыз, сатсаңыз ақша, өзіңіз білесіз. Сатсаңыз да болады, өзіңіз қолдансаңыз да болады. Бұл адамға енді мен айта алмаймын. Мынаны ішкен кезде, енді айта алмаймын. Мынаны ішкеннен кейін көбірек су ішіңіз, және хотя бы күн сайын 5000-10 000 шаг жүріңіз жаяу. Мынау іске болады сол кезде. Бұл бір ғана өнімді мен көрсетіп отырмын примерно. Өзіңіз осы $110, $120 жақын аралықта сондай товарларды таңдап алсаңыз болады. Бұдан да көп өнімдері бар. Аксилер осемдегі бар. Осем деген бар аксилер. Түнгі жатар кезде ішетін. Белый капсула, фиолетовый капсула. Ол жатқан кезде бір жерде ұйқыңыз тыныш болады. Ұйқысы келмейтіндерге жақсы ол.
ұйқыңыз тыныш болады, және оның құрамында бір мелатонин ба сондай нәрсе бар екен, және ол сіз ұйықтап жатқан кезде ішіңіздегі барлық жаңағы шлактар нелердің барлығын тазартып, таңертең сіз дәретханаға барған кезде сонымен кетіп қалады. Сол сондай өнімі бар. Б-кардио деген өнімі бар. Б-кардио деген енді ол жүрекке, жүрек ауыратындар, жүрек қатты тез соғатындарға сол Б-кардио өнімін ішсе болады. Оны барлық адамдар ішсе болады. Барлық өнімі энергия береді, эмоция береді, жаңағы иммунитетті көтереді, керемет, бірінен бір асады. Тағы бір өнімі бар, ұмытшақ. Кейбір адамдар, көп адамдар ұмытшақ қой, ұмытып қалады. Тағы бір өнімі бар, ол арзан тұрады. Оны да оған да заказ берсеңіз болады. Оны және мармелад сияқты, кішкентай өзі. Сондай өнімі бар. Тағы не бар айтады. Машинаға қатысты қазір өнімін көрсетемін. Бұл енді бұның пайдасы міне, жазылып тұр, акселеросим, элефосим қандай өнім екенін оны қарап шықсаңыздар болады. Өнім жайлы ол жағынан проблема жоқ. Денсаулық бірінші байлық, ал бұл табиғи өнім, химия емес. Америкадан прямой келеді заводтан. Көрдіңіз бе? Сіз қай индексті, қай поштадан көрсетесіз, соған жібереді ол бір жақсы жері. Екінші, жоқ мен өнім алмайын десеңіз, мынандай бір өнімі бар. Fuel Tabs деп айтылады. Бұл мына машинасы барларға, жаңағы, енді машина бензинмен жүреді, соляркамен жүреді, газбен жүреді деген сияқты. Оған да ақша саласыз, бензинге де ақша саласыз, бензин құйғанда ақша саласыз, соляркаға да ақша саласыз. Сол кезде мына өнімге тапсырыс беріп, мына өнімді сол бензин құйып отқан кезде қосып жіберсеңіз, бұл өнім сіздің бензиніңізді, соляркаңызды үнемдейді. Кәдімгідей үнемдейді, бензин, соляркаңызды жаңағыдай тазалайды. Жаңа воздух деймін дейді, ол өте аз шығатын болады, машинаңыз сосын жақсылататын болады, кәдімгідей. Сондай керемет өнім, чудо өнім, ондай өнім басқа жерде жоқ. Бұл лидерский пакетке жатады, енді $100 деп мына жерде көрсетіп тұр, бірақ ар жағында $17 бар, $117, бұған 10 пачка келеді. Ойлаңыз енді, мынаны былай сатып пайда көрсеңіз де болады. Енді примерно 65-70 мың теңге шамасы бар, примерно енді қазіргі уақытта. Бір пачкасында 500 болады, 500 литрге, бір пачкасы 500 литрге. 10 пачкасын есептейміз қанша литрге. Бұл 10 пачкасыны сіз мысалға бір пачкасын есептейміз 500 литрге. Мысалға сіз 100 литр құятын болсаңыз, 100 литрге бір несі. Ана бір пачкасында 5 несі болады, дөңгелек бір. Дөңгелек өзі кішкентай, мынандай сары. 100 литр бензин құятын кезде ана біреуін салып жібересіз, ана бензин колонкамен құйып жатқан кезде. Немесе сіз 40 литр, 50 литр құятын болып жатсаңыз, онда ананың ортасынан бөлесіз бір нені. Кішкентай дөңгелек нәрсені ортасынан бөлінеді ол 50 литрге. Сондай чудо өнім. Осындай өнімі бар. Осымен айналысуға болады. Бұның ар жағында үлкен ақша жатыр негізінде, түсінген адамға. Үлкен бизнес жатыр бұл жерде. Яғни бұл компания сізбенен бізге үлкен табыс көзін көрсетіп қойған. Кәдімгідей. Өзіңізге қолданасыз, қаншама ақшадан экономдайсыз. Енді бұны қолданған адамдар, жаңа машинасы барлар, жаңа легковой машина, КамАЗ бар адамдар болады, жаңағы көп қой енді. Автобус бар деген сияқты айдайтындар. Олар қанша сума үнемдейді екен, көрейік. Бұны міне 20-25-ге дейін, 20-25%-ға дейін сіздің бензиніңізді экономдайды. Қазір сіз мысалға бензин құясыз 100 литр, оның жоқ дегенде бір 20-30%-ы просто воздух қошып кетеді, ауа болып, мусор болып. Мына өнімді соған салып қойсаңыз, полный өнімін жаңа бензинді тазартып, кәдімгідей качественный алады былай айтқан кезде. Машинаңыз жақсарады, және машинаңыз жақсартатын болады. Және бұл біріншіден ақшадан экономдайсыз. Ақшадан қалай экономдайсыз? Мысал ретінде көрсетілген мына жерде. Міне, қалай қойын. Расход экономия көрсетіп тұр. Мысалға, автобус айдайтын адамдар, водительдер, автобус айдайтындар. Мысалы, айына 3000 литр бензин құятын болса, или солярка құятын болса, сол кезде мына жаңағы өнімді қосып отыратын болса, сол өнімді қолданатын болса, бір ай бензин құйып жатқан кезде 3000 литрге ол адам қанша ақша экономдайды? Айына бір айда 206 мың, почти 207 мың теңге ақшасы қалтасында қалады бір айда. Бір жыл қолданатын болса, жаңа өнімді қосып жаңағы, ол кезде ол адам 248 мың теңге экономдайды. Бұл жаңағы автобусға. Бұл негізі өте аз көрсетілген, бұдан да көп негізі мен сұрастырып жатырмын. Автобустар айына 3000 литр құймайды, одан да көп құяды негізінде. Демек сіз одан да көп расход жасайсың деген сөз. Әрі қарай ортасында фура, КамАЗ, мысалы КамАЗ айтындар барлығы бензинмен, соляркамен жүреді ғой енді. Мысалға ол айына 10 мың литр құятын болса, 10 мың литр,
сол 10 мың литр құйып жүрген кезде жаңағы өнімді қолданып отыратын болса, ол адам айына 688 мың теңге ақшасы қалтасында қалады бір айда. Ойлаңызшы, бір жылда 825 мың 600 теңгесі қалтасында қалады. Эконом, ол да ақша ғой кәдімгідей. Жаңа өнімді қолданатын болса. Енді легковой машина, жаңағы жеңіл машиналар. Айына олар 500 литр құятын болса, айына бір айда 500 литр құртатын болса, сонымен бірге жаңа өнім, мен айтқан жаңа өнімді қолданатын болса, олар айына примерно 34.400 теңге экономдайды да. Бір жыл қолданатын болса, почти 500 мың теңгеге ақшасы қалтасында қалады деген сөз. Ал негізі мұны пример көрсетілген, ең аз немен көрсетілген. Негізі мына легковойлар айына 500 литр құймайды, одан да көп құяды негізінде. Мына КамАЗдағылар айына 10 мың литр деген одан да көп негізінде. Одан да өзіңіз енді водитель болсаңыз түсінесіз. Қаншама ақшаны сіз экономдайтын едіңіз, егер мына өнімге тапсырыс беріп, осы өнімді бензиніңіз құйып жатқан кезде, сәлерке бензин құйып жатқан кезде осы өнімді салып жіберетін болсаңыз, сіз осындай ақшаны экономдайтын едіңіз. Және экономдаудан бір бөлек. Екіншіден, бұл жерде сол өніммен, мына өніммен үлкен табыс табуға болады. Маркетинг планы бар, арнайы кәдімгідей. Жаңағыдай, таблицаны көрсеттім ғой, бұл жерде маркетинг планы кәдімгідей ақша табуға болады. Демек, мына өнімді сіз тегін ала аласың деген сөз, кейін алда уақытта. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мынау жаңа бонус жүйесіне мен түсіндірдім, түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан да мен 1% ғана айттым, бұл жерде маркетинг план бойынша 1% ғана. Сол үшін де қараңыз, ойланыңыз, сұрағыңыз болса жаңағы қойсаңыз болады, хабарлассаңыз болады. Осы YouTube каналға тіркеліп подписын жасап қойыңыз, лайк басып, өз ойыңызды қалдырыңыз, номеріңізді қалдырсаңыз да болады. Мен всегда связдамын. Алматы қаласынан болсаңыз, Алматыда сізбен кездесуге әрқашанда дайынмын, маркетинг план түсіндіруге деген сияқты. Сондықтан да осындай мүмкіндік келіп тұрған кезде осындай мүмкіндікті қолданайық. 2016 жылдан бері жұмысын жасап жатқан, аяғынан нық тұрған компания. Келген адам өзінің денсаулығына инвестиция жасайды, өзінің машинасына инвестиция жасайды деген сөз. Экономдайды машинасының бензині, өзінің денсаулығына, және табыс табады ол адам. Табыс табады деген сөз, ол адам мына жерде өнімнің барлығын тегін аласың деген сөз. Ойлашы, жаңағы мен бағасын көрсеттім ғой, бизнес пакет, лидерский пакет $100 жоғары, примерно 50 мың, 60 мың, 70 мың, 80 мың мысалға. Ол біреу үшін ақша, шығарғысы келмейді ол ондай ақшаны, мысалға кейбір адамдар действительно. Осы жерде маркетинг планмен айналысса, командаға айналысқан кезде сізге ақшалар түседі ғой, жаңағы ақшалар түседі ғой. Сол кезде сіз сол өнімдерді сіз тегін аласың деген сөз, тегіннен тегін. Өйткені мына жердегі өнімдер өте чудо өнімдер деп айтуға да болады. Бұл жердегі өнімдер ешқандай жерде сатылмайды. Сондықтан да қараңыз, көріңіз, пайдасын берсін. Менің есімім Руслан. Көргеніңізге, уақыт бөліп тыңдағаныңызға көп рахмет. Осындай бай компанияда, осындай бай маркетинг планда, осылай онлайн үйде отырып тып-тыныш бай болуды нәсіп етсін сізбенен бізге. Мен сізге бар жоғы осындай мүмкіндікті көрсеттім, өзімнің қарапайым жалпақ тіліммен. Әрі қарай сізде қызығушылық болса, шынымен табыс тапқыңыз келсе, ішіңізді де бүтін қылғыңыз келсе, сыртыңызды да бүтін қылғыңыз келсе, мен сізге осы компанияны айтамын. Және де алда уақытта бұдан да жақсы керемет видеолар түсіретін боламын тағы да, жаңа басқа табыстар көзі жайлы, қандай өнім бар, қаншама интервью жайлы видеолар түсіремін, интервью, қаншама әріптестерден интервью аламын скоро алда уақытта. Сол үшін де тіркеліп қойыңыз, лайк басып қойыңыз, өзіңіздің жақсы ойыңызды, ниетіңізді жазып білдіріп отырыңыз. Хабарласыңыз, сұрағыңызға жауап аласыз. Және біздің бірлік командасына қосылатын болсаңыз, менің командамның аты бірлік деп қойдым. Бір болайық, бірлігі жарасқан үлкен команда болып, үлкен табысқа шығып, бірігіп әлемді аралайық команда болып. Жалғыз өзіңіз емес, жалғыз семьяңызбен емес, үлкен командамен. Мынау болады сол кезде. Сондықтан да қызығушылық болса, сұрағыңыз болса, хабарласыңыз. Пайдасын берсін.